Бар ма Максим, жоқ па? Жоқ. Жақсы. Облыстық маслихаттан бар ма? Есен Сүндетов пен Аганес Минасян дегенді танисыңдар ма? Танымайсыңдар ма? Есен Сүндетов, Аганес Минасян деген. Ол екеуі де депутат сіздің ауданнан, Бәйтерек ауданынан. Аганес хабарластық қой. Аганес дейтін бір представитель жіберем деді. Өзім қолыма сол. Сосын тағы да кім еді? Жаңа біреу Есен келем деді ол. Есен келген жоқ, жақсы. Келген жоқ. Облыс прокуратурадан жоқ қой енді, Малик, сен ауданнан келіпсің ғой. Так, Аманат партиясының енді Қуаныш Шарафудин өзің келдің. Жер ресурсы департаментінен кім Берік Есенғалиев адам жіберген жоқ, бірақ енді олар тексеріс ашса келу керек енді, жақсы. Жер қатынастары басқармасы басшысы Нұржан Мақсотов, енді олардың да қатысы болу керек қой бұл жерде, міндетті түрде. Жоқ па? Олар жоқ, жақсы. Так, енді ауданнан мына сіздерге қалғанын барлығын келдіңіздер. Жақсы, онда былай істейік, сіздермен бәрі сіздермен таныстық. Біз енді онда халықтың бір проблемасын айтайық, шауып келіп онда Александр отчетін сосын айтады ғой. Біз өзімізді проблемамызды айтайық. Өзің проблемамыз енді осы ең бірінші жылда жер ғой, жайылым жер. Мына жерден көріп тұрсыздар ғой қазір. Кіріп келдіңдер, бәрі қоршалып қалған, осы жерден басқа жер жоқ. Мына жерде полянка бар кішкене. Мына 30 гектар ма, қанша гектар Максим? Сол шама, бұл басқа жайылым жер жоқ. Мына жерден міне есть вот так. Ja, кіміз әке нетпекші. Мына жерден көріп тұрсыздар, мына валдың ар жағынан бастап, бірман былайынан қоршалып тұр енді. Бірман айту фамилиясын. Экскаватормен роторды алып салды да былай қарай. До конца ана неге дейін қазып тұр. Беріктің селекционына қарай. Берікке достық жоқ. Ана жерде біздің малын суаратын жеріміз бар. Жылда осыған дейін мына қоршалмастан бұрын осы жерде дойка болды мына жерде. Мына жерде жеке малды айдап алып келеді, ана жерге апарады да, сол жерде кәдімгі әует мезгілінде кеште осы жерде мал сауады. Енді мына жерден Дүйсенбай өздерің көріп тұрсыздар ғой. Былай қарай қан кетеді. Одан қала берді, мына жерде Куба деген жеріміз бар. Оны Максим Болатович білесіз ғой, Әлібек па, біреудің армиясын тұр. Бұл жер пайдалануға әлі түскен жоқ. Ешқандай пайдаланған жоқ. Неше жыл болды. Қолданысқа түскен жоқ. Бірақ соны әлі күнге дейін алып берілмей жатса. Вот сол жерді қайыру керек. Содан кейін енді мына жердің бәрін тексерту керек. Дұрыс па, дұрыс емес па? Қандай заңды ма, заңсыз ба? Сосын енді Берік деген өз алдына ғой, Берік деген қоршауға болмайды, Беріктің бәрі қоршау болды. Содан кейін 8 март бар. Кім? Сен білесің ғой яқтан. 8 мартта кім ана жерде Данат, да? Так айтады қазір өзі нақтылап бәрін. Ана жерде бір үш үй салынып тастаған, білмеймін сол. В общем, ана жерге мал бағуға қорса болды, ана жақтан ат жағатта қуып жібереді, мына жерге келеді, Кубаға келеді, Кубадан Әлібек келеді деп, ол жерге бақпайсыңдар дейді. Өздері де пайдаланбайды, жұртқа да бермейді. Оларда неше гектар примерно Кубада? 34 па, 35 па? 28. Ол енді основной біздерде ауылдың адамдары малшы аппаратта шодыраның уақытында сол жерге қамап қойып отырады. Чтоб егіс қой айналаның бәрі. Ана егіске шығып кетпесін. Вот именно сол жер керек енді. Сосын суаратын жер міне ғой, міне. Бір и то загородил, да? Ол жауып жатыр. Суаратын жер жоқ да? Жоқ. Барлығын таныстыр. Келген азаматтар бірлі, апайдан бастап, ханымнан бастап, Малик келіп жатыр прокуратурадан, барлығын таныстыр. Депутаттар бар, біз танитын бар, танымайтын бар. Тағы кімдер қалып қойды, соның бәрін түгендеп шай. Не істетті? Құрметті ауылдастар. Парень, кешмін. Вот мой Outlander стоит. Где он? Вот на Outlander транзит. Задние двери откроешь, там мой красный блокнот с бумагой принеси, пожалуйста. Бүгін жиналыста бізде ауданнан жер қатынасы бөлімі басшысы Александр Полезаев қатысып отыр. ЖК бөлім басшысы Аслан Даубаев қатысып жатыр. Ауыл шаруашылық бөлімі басшысы Испол Павлович қатысып отыр. Және Аманат партия облысының басшылары, аудандық мәслихат депутаттары Гүлмедігалина, Бәйтерек ауданының мәслихат Аманат партия төрағасы, Бәйтерек ауданының мәслихат депутаты Қуаныш Смағұлұлы және облыстық Шарапудинов Қуаныш. Облыстық Аманат партиясының инспекторы. Сосын таңы бар. Қазір. Және ішкі саясат бөлім басшысы Али Марленов қатысып отыр. Және Дарья прокуратура өкілі Малик Дарханов қатысып отыр. Бұрын жекеге берілді, сатылып жіберді деген, ол факт, әңгіме. Бірақ егер ол заң бұзылған болса, ол 30-50 жыл бұрын сатылып кетсе де оны қайтаруға болады. Ол біздің заңымызда жазылған. Оны біздің үкімет қазір жасап отыр да, солай өздеріңіз көріп отырсыздар. Шымкенттің 30 жыл бойына водоснабжение жасап отқан фирманы бұл бір жыл бұрын соттасып, прокуратура кейін қарай қайтарды. Бізде де ондай фактілер бар Оралда. Сондықтан ондайларға сене береміздер. Қанға кетіп қалды, жақ соныкі деген сияқты. Қазірге соныкі. Егер заң, Максим, сондықтан дұрыс сөйлеу керек. Егер ол заң бұзылған болса,
ол халықтың конституциялық құқығын бұзып тұратын болса, оны кейін қайтаруға прокуратураның әлі жетеді. Оған біз және көмектесе аламыз. Жарай ма? Сондай сөздермен сөйлейік. Оған кетіп қалыпты, жекеменшік деген ондай сөз болмау керек. Мына жерде міне Конституцияның 3-ші бабына сәйкес, мен сіздермен бана әдейі сөйлескен жоқпын. Конституцияның 3-ші бабына сәйкес биліктің көзі халық. Президентті кім сайлап отырған? Халық. Әкімдерді біз мына сайлап бастадық, бірақ аудан әкімі, облыс әкімін әлі сайлап жүрген жоқпыз. Бірақ оларды тағайындайтын президенті қазір мысалы Қасым-Жомарт Тоқаев, бұрын Нұрсұлтан Назарбаев сайлайтын біз, халық. Дұрыс па? Сайлауда, референдумда. Сондықтан да жердің басқа байлықтың мәселесі ол. Осы Жамбыл ауылының тұрғынымыз жайылым жағы өте нашарлап кетті. Кезінде осы 80% мал ұстадық халық. Қазір деген бір 30%. 10 үй қалып тұрмыз. Осы жердің тарылышы болған. Мына жерден бастап мінекей бір мән қосап алып, мынау малға суға барып жатқан жаңа бауыржан айтып кетті ғой. Кіре алмаймыз арқада, ешқандай жоқ. Міне ортада енді ауыл қаладан келгенше көріп тұрсыңдар екі жақ. Мына осы мемат деген жер бар, оған дейін шығамыз, ар жағын бәрін үй салып, бәрі жақындап жатыр. Ар жақтарда орын жоқ. Бақша салып жатыр, үй салып жатыр. Жаңа Кубаны тоже қоршап алып, жаңа электр немен, востокпен қоршап алып, кіре алмаймыз. Мал тек қана немен жүреді, жолмен едеміз болды. Коридормен едеміз. Қазір бір 50 бас мал қалды ауылда. Халық сол малмен күн көріп отыр, ешқандай не жоқ. Біздің сол ең бірінші неміз. Малдың жағдайы қиын совсем. Ешқайда бара алмаймыз. Егін уақытында бұрын егін салған ең босатып, қазір ешкім олай егін несін бермейді. Салуға болмайды. Мына жақ жітен салу болмайды. Сол жағдай бізде осы малдың жағдай, қалған ең жолдың шаруасына айтадық тағы да. Айтатындар. Мал жаятын жеріміз жоқ, ешқандай. Малды айдап барамыз, айдап келеміз болды. Жоқ, мен де айтайын. Иә. 18 жылы бізге деген районнан жер не берді ғой. Кредит берді 4%-пен, алыңдар, жаңағыдай для разведения скота деп берді. Для разведения, иә. Малды көбейту үшін ол деген, иә. Оны алдық, сосын 2 жылдан кейін бәрін жерін сатып жіберді, жер жоқ. Амал жоқ, сосын деген жаңағы малдың бәрін сатып жіберді. Сол үшін отырық ауылда деген. Иә. Жер болмаса, мал алмасақ, неғып отырамыз, иә. Тек күнкөріс сол. Алдық ақшаны. Әлі өтеп бітірген жоқ сұрауға. Алыстайтын жеріміз жоқ. Оны қалай көбейтеміз? Сол көбейтілген жоқ қой қалды. Бізде глобальный мәселе сол. Содан кейін бір айта кететін мәселе мына жерде. Қасеке бері келесіз бе? Мына кісі инвалид кісі, иә? Алдығылардың әкесі. Мал енді бағылмағасын жүрген анда-мында қаңғып. Сол малдың бір күн дейтін неге түсті. Жалғыз менің малым емес, 2-3 үйдің малы. Участковыйлар келіп тұр. Есенбайдың территориясына малдарын түсті. Маған штраф салды да, аналардың біреуінен өндіре алған жоқ. Кетіп қалды. Ақшасын алып. Сол қалай болады? Участковыйлар келіп. Осылай 25 мың деді әуелі. Сосын 25 мың ақша төлемей ақ қой. Зам ұсыр 5 мың бере қой деп. Сөйтіп кетті. До такой степени, что участковыйлардың өздерінің арлары қайда, несі қайда, қарап отқан әкімдер қайда. Атыңыз кім? Атыңызды айтыңыз. Ербек Қалиева Шолпан. 41 жыл болды. Мал ұстап жүріп, қазір малды тіпті бақтайса баққысы келмейді. Неге? Анау келіп менің жерім дейді, мынау келіп менің жерім дейді, далада кетқан біреу. Сонда тіпті біздің жер қайда? Сосын екіншіден жаңағы мынандай жолмен өтіп, мынандай машина өтетін жолмен мал өтуге бола ма? 5 километр мал өтіп, онда ана көкте неде егін уақытында картоп бар, бияз бар, әрлі-берлі машиналар жүріп жатыр, арасымен біздің сиыр өтеді. Сиыр өтеді. Сонда бақташы қалай бағады оны? Вот мәселе қайда? Мына жолменен өтеді, жолмен қабаттасып бір жағына машина, бәрі қоршалған. Қазір қараңдар, нанбасаң. Ал сондай өте қиын еді, мал ұстау деген бізде. Сосын мына жердегі осы ауылдың тұрғынымын. Мына жерде қазір бияз егіп жатыр ғой. Бияз егіп жатыр. Қазір мына асфальт бар ғой, қаладан кеткен асфальт. Соның оң жағында тек қана қой бағатын жер құрттай бір. Сол жерден бұлар уже труба жүргізіп қойды. Қан уже труба жүргізді, енді сол жерге бияз егеді. Мына асфальттың жанына. Суын бәрін жүргізіп қойды. Пока үндемей отыр, пока мен жерге егіп отыр, пока енді халықтан нетіп тұрма, елі болмаса әлі кішкене нетпеятын, бірақ труба бәрін жүргізіп қойды. Уже тек қой бағатын жер ме, жекенің қойын бағатын. Асфальттың жаны, тек жаны болды. Басқа жер жоқ, міне жүр ғой қойлар, міне мусорда жүр. Ана біздің Кубаның жерін қайтасын. Біздер сол Әлбек деген біреу алып алған, ол мал ұстайды, оған өмір керек, бізге өмір керек. Біздер енді мынандай жерде тұрғасын, мал ұстауымыз керек қой. Ненің кісі емес, ол ана жақта селекционер мен ненің адамы.
құдай болып отыр ол деген қазір. Балаларымыз бәрі қалада тұрады, соларды обеспечить етіп отырмыз біз. Етпен, сүтпен. Қалай нетеміз міне, ешқандай бір қойды ұстай алмай отырмыз. Қазір уже сол Ауылда кісі қалмайды онымен енді мынау жер жоқ, мал жоқ. Не ішіп отырмыз? судың суға баратын кіретін жолды судың бетін жауып отқанды жалпы баратын жерін кім айтамыз? Жаңа сіз бе айтамыз деген бана? Сіз бе айтамыз деген? Запрет на этот, на водоем, на берег. Я Тукашев Саургаль Ермельевич, родился в этом поселке, прожил всю здесь жизнь свою, сколько есть. В этом году мне ровно 70 лет. С 2011 года я постоянно брал кредиты, животноводство. Мы здесь держали много скота, но потом пришло время, везде появилась колючая проволока. Вот идешь, везде колючая проволока. Представляете? Вот корова идет, она что, понимает, что раз, и брюхо пропорола. Куда ее? Мясокомбинат. И так у нас все коровы ушли. Вот. Сюда пойдешь, здесь 7 километров надо идти сперва пешком, а потом покушаешь, дорогая. Вот так мы корове своей говорили. Вот из дома она выходит, корова, мы ей пол-ведра дробленки даем. Вот. А чтобы дробленку взять, надо ее купить. А чтобы, например, если здесь кто-то выращивает, например, они нам не дают. Они продают куда-то, Турция, там, Пакистан отправляют вот, пшеницы, сарга, марга. А мы едем в городе, там, шелуху собираем и весь кормим свой скот. Понимаете? Мы сельские люди, мы должны, поселки здесь, у нас должны свои хозяйства же есть, они должны нам давать. Раньше по 2 центнера давали этого, по 2 центнера вот этого. Сейчас ничего нету, буквально 0. Вот 2 нуля вот таких вот. Про водобой. Вот. Водопой у нас, смотрите, вот у нас осталось вот здесь 30 гектаров земли, где наши дети там купаются вместе с баранами, с коровами, там, собаками, лошади, там, значит, гуси. Больше некуда гонять их. А раньше мы их вот сюда выгоняли. Здесь такой у нас хороший был. Вон там целый лес, да, целый лес. Сейчас там везде колючие. Кто такой Бермана? Мы узнавали, он, оказывается, да, Урдинский, оказывается, приехал, здесь землю взял. Я здесь местный, я не смог нигде, вот что взять. Вот. Мои братишки все уехали отсюда, Павлов, тоже не могли здесь ничего сделать. Местный ничего не может сделать. Но приезжие все могут. А он там за это сажает там что-нибудь или Он, же просто стоит? Он, знаете, здесь всего 40 соток земли, он там должно быть, 40 земли для аэропорта было раньше. Чтобы эти прыгали эти парашютисты, да. А он за это, он сделал 40 соток земли, он сделал. С нее он сделал гектары, представляете, наши, это вот здесь зерновые все наши культуры были. Мы здесь сажали ячмень, здесь ячмень сажали. Сейчас просто житничок. Ну, он сейчас фактически там ничего не сажает, да? Ничего буквально нету. Вот у нас даже ни пшенички нет, ничего нет, ни ячменя, ни просто. Я для себя, он для себя, не знаю, вот держит там скот, у него лошади, там у него коровы, бараны. Конечно, он сейчас раз загонит там десяток туда. Насчет водоема, скажи. Вот, водоема очень у нас совсем нету. Здесь все водоемы закрыты. Мы раньше ходили вот здесь вот Кумыска, я вот когда маленький был, мы ходили вот всегда вот здесь вот. А вот сейчас вот здесь водоем вот здесь тема былай болып тұр ғой. Мына бір мәніп. Геркул вот этот. Да, бір мәніп. Геркул у нас вот так протекает. Он летом засыхает, наверное. Не. Просто мына жерде қазір қоршап тұр ғой. Кезінде малдың суға құлайтын жері түсініпсіздер ма? Берік, мына беріктің бәрі қоршап отыр. Берікте бар мал су ішетін жер, жайылатын жер ғой, түсініпсіздер ма? Мәселен бәрі сол мына кісі түсіндіре алмай отыр ғой. Вот именно ана жерге суға оралмай тұрып қой біздер. Не бала суға түсе алмайды әлі. Не сен бізге алмаймыз. Обратите внимание, если мне не поверите, вот там пройдите вокруг школы, да? И вон там он, забор был, а там уже обвалился, уже обвалился уже. Ограждение школы уже лежит, вот вести туда, вот так, играет. На нервы нам играть, на нервы, понимаете? Что делает народ? Народ вообще что делает? Осы болып тұр ғой, ана берікті аштыру керек. Мал баратын қыл, адам баратын қыл. Судың жағасы. Барлық жағасын қоршап тастаған. Мынау деген қазір мысалға айтайын, мына Октябрьскийге дейін. Содан мына жерге келеді, мына жерде селекционный смол бар ғой, замат.
завод сумма бар ғой соған дейін беріктің бәрін қоршап тастаған ғой түгел доступ жоқ вообще берікке мына жақта жағалаудың бәрі жағалау хотя бы ашық тұру керек қой. Максим, мына жерде ауылдық округтың әкімі сен. Ол түсінікті жер қатынастары қазір өзінің картасын айтар, кімге берілген, ол екінші мәселе. Сен бастап мына проблема, бірінші сен қысқаша түсіндіріп айтып бер, қалай олай болады, неге олай болады, сен білесің бе, білмейсің бе, қаншама жетеді. Сен өзің баста онда әңгімеңді. Сені тыңдайық бастап. Осылай әкімден тыңдайық. Максим сөйлесін бірінші. Мұсалим. Жоқ, мен жұмысқа келгенше сол халмен сізге кездестім Сауыр ағасының үйінде. Ана жер қатынасы бөлімі бұрында Аслан Айсакаев болды. Сол карты мен сізге көрсеттім, мынау картасы. Жаңа Куба туралы Сагинов шақырылды. Сагинов Алибек шақырылды. КХ Али Сагинов Алибек. Жаңа Куба туралы айтып жатырмын. Куба туралы Сагинов Алибек сізге түсіндіріп айтты. Жақсы, мынау жайылым гектар 18 гектар бола берсін, мынау жоғарыда мен сізге беріп жіберемін дейді. Солай келіскен. Өткенде болдық қой. Келісім береміз дейді. Жаңа Он помидоры сажал же там, помидоры садил 1 год, и все, и смелся, нет его. Ана кім Аскар Айсакаев туралы, Бұрман туралы сізге негізі обращение жауап берілді. Бұрман туралы. Ол жеке меншікке дейді. Сол үшін сізге жауап берілді. Бұрманов туралы. Ну, нам карту не показали. Карта көрсем, мұны карта. Это карта что там, показали, все нарисовано. Жаңа аржағынан Кубадан кейін бізде где-то 50-30 гектар жер көрсеткен. Мал баға болады ана жерде. 30 гектар? Иә. 30 гектар, даже чуть больше, 50 гектар болады ол. Ана не жақта. Бірақ әрине түсінем. Ол коридор ғой. Коридор, иә. Әрине түсінем. Мен тоже ауылда өстім ғой. Кішіне, конечно, малды да апару қиын ол коридор. 5 километр жарым, 5-6 километр. Ширинасы қанша примерно? Жол. Малдар түседі ғой ана, басқа полеға түседі. Жол просто кішіне апару алыс. Туда гнать. Жоқ, Максим, жақсы, мына жерде бірінші келіспейтіні 5 километр жүріп мал бару керек па, адамды оны апарып 5-6-7 дейікші. Өте ыңғайсыз қой. Келсесің ғой, ыңғайсыз екен. Ол таза коридормен барады, коридормен келеді. Логика бойынша айнала жер айналада болу керек қой. содан кейін жаңағы жеке меншік деп айтып жатсыз ғой сондай личный собственность болып көріп тұрмын қалай түсінбеймін Оны кім айтады қазір? Александр айтады ма, оны қалай алады? Басшы қазір. Жақсы. Ары қарай келесі. Сосын айтайық, Бұрман жоқ, Бұрман жаңа КХ Али Сагинов қой. Екі сұрақ болды. Екеуде болды. Жоқ, жаңа өткенде сұрақтар. Ну, Кан бұрында ғой. Жоқ, Плотников ана немен картоппен айналысады ғой. Кан пияспен айналысады ғой. Негізі бізде екі сұрақ болды. Бұрман жер туралы және Куба туралы. Барлығы, Максим, барлығы. Все, сейчас надо решать вопрос. Все решать, в общем, надо КХ Жаңа Әлем. КХ Жаңа Әлем негізі немені Анатолий Кан Татьяна басшысы. Алпы мына жайылымды кезінде жасаған кезде де, берген кезде тыңдап, халықтың сұрап алу керек еді. Көкелер, біз берейін деп жатырмыз. Сіздер келісесіздер ме? Осындай мәселе бар деп. Сұрамаған екен, онда енді біз сұрайық. Дұрыс па? Қасым-Жомарт Тоқаев өте жақсы қазір ТС-ті жасап жүр. Ол бірнеше жыл болды. Біз еститін мемлекет құрамыз дейді, және құрдық дейді. Еститін мемлекет дегеннің бір көрінісі міне. Біз Бауыржан тұрғындар маған келді, хат жаздық. Қоғамдық кеңестің мүшесі ретінде Аманат партиясына барып көмек сұрадық. Міне бүгін бәрі жиналып келіп тұр. Міне өте керемет. Еститін мемлекет бізде принципі жұмыс жасап жатыр. Астанадан Оралға жіберген, түсірген. Бірақ енді біз де соған, жалпы халық айтатын, біз де соған айта алатын осындай қоғам болайық. Арыз жаза алатын, сын айта алатын, өзіміздікін, біздікі ғой жайылым жер деген, соны талап ете алатын. Егер сондай болсақ, біздің арамызда тең дұрыс диалог болады. Жарайды, Максим, жалғастырайық. Тағы не бар айтатын? Жаңа шаруа қожалығы айтып жатырмын, КХ Кан Жаңа Әлем, және ары қарай КХ Плотников, картоппен айналысады ол. Ол картоппен, Плотников. Александр Плотников, КХ басшы. возле поселка прям. Я ол жағынан. Дальше не идут они, возле поселка прям. Ары қарай бургер. Қашыра, айтады ғой. Ары қарай шаруа қожалығы бургер Александр. Бургер Александр Эдуардович бургер. Шаруа қожалығы. Максим, осы мен алдыда хат жолдадым ғой саған желтоқсанда. Соны осыны дұрыстап нақтылап көрсетуге болатын еді ғой. Бізде бердік қой. Ондай мынандай жауап болған жоқ. Жоқ, бізде Куба 30 гектар жерлерің бар, сол жарайды деген жауап берсіңдер ғой, Максим. Жоқ, сол үшін жиналдық қой. Дұрыстап бастан бастап жұмыс жасау керек еді ғой. Сендер білдіңдер ғой бәрі осындай мәселеге туатын. Жоқ, бәріміз білеміз ана. Жергілікті адамдар бәрін таниды ғой.
ары қарай ана махамбет жамбыл арасында Александр Бургер жамбыл махамбет арасында ең соңында КХ шовда Шканов Ербулат басшысы. Шамшың ба? Жоқ, ШК шовда. ЖК емес. ПК шовда. ПК шовда Шканов Ербулат. 8 мартта білер. Қалам керек, қалам жазбай алды. Кімде қалам бар? Қалам бар ма? бақпашылар деген баққысы келеді ау. Шкан Ерболат бұрын депутат болған жігіт па? Бекболат болды. Ана Ерболат інісі де. Шамшыңның директоры емес па бұрынғы да? Осы жақтың жігіттері еді ғой. Жарайды сосын. Жеті адам ба осы? Максим, ана 8 март бар еще. Новостройканың қасында. 8 март. Гурсаев? Шешен ба? КХ Исмаил. Арзамат? Арзамат. Шешен ба? КХ Исмаил. Мен тұрмын. Не, тот туда. Жерлер. Ажана, жерлер. Исмаил. КХ Исмаил. Жарайды, жетеу шықты. 8 март бар. 8 март КХ емес, жеке жерлер ғой. Жеке жерлер. Жеке қалай жеке? Жана жеке емес, Бұдер алмаймыз. Бұлдар алды жеке. ЛПХ? ЛПХ емес, он бұрында жерлер алған. ЛПХ емес, ол сатып алған жерлер. Бізде өткенде барған, аттым қалды мен. Қанша гектардан алып, қанша гектардан? Ол гектар емес, там может максимум 80 сотка ғой. Жеке кетіп қаласың айтамын. Бұрынғы әкімдік Жана сізге айттым, мынау ірі КХ басшылар ол. Негізі 300 гектар, КХ Жана Әлем 320 гектар, КХ Плотник 430 гектар, ПК Шовда 450 гектар. Дүйсенбаев ол зеленый қарайды. Жақсы, бәрін нақтылаймыз. Жақсы? Александр, давай тогда. По карте давай сразу пройдем. Бер жағынан. Қайтасың ба, боже? Донат. Соң ар жағында нормальный жер бар еще. Алтын қалды. Картамен сол қарауымыз өтіп карта қарайды. Да карта вся красная вон. Отсюда видать. Так, Джамбул қайда? Джамбул вот, да? Вот тут, про который они говорят, где дети у них купаются. Где-то полянка. Это здесь где-то Дюсимбаев, да, где-то? Где он Дюсимбаев? Дюсимбаев, Бухтияр, это вот этот именно участок. Это пашня. Плотников, это тоже пашня. Кан, это тоже пашня. Бургер, который, это все, это пахотные угодья, которые они... 8 марта. 8 марта. Вот это санаторий Нива, который Комас. Вот этот. Мына жерлердің бәрін айтып отыр, не көрсетіп Мирлан? мына 8 март деген мына екінші кармашкасы, мына ары беті новостройка. Судың жағасында, да? Жас жерлер ғой. Мына осы жерлер бізге керек. Мына Куба деген осы мына жер. Мынаның бәрі жайылыс жағалаудың бәрі. Мынаны кеше қоршап тастадым, жаңа айтып тұрдық қой. Населенный пункт отражены штриховкой, Который зеленый? Да, нет, который штриховка красная есть. Саня, а Джамбул где здесь? Предназначен для выпуска. А нет, мына Жамбыл. Мынау Джамбул, да? Ауылдың өзі осы ма? Вот это Барманов. А, вот Бурманов. Вот поселок, вот поселок Джамбул. Вот поселок наш. А вот поселок, да? Вот наша полянка. А вот это вот земля, которая захвачена. Вот это Вдоль Барманов. речки, вдоль всего вот этого. Уланова и Барманов. У Барманова 100 гектар, 101. Вот это наши пастбища захвачены. Вот Мы считаем, мынау водопойдың вот, видишь? вот водопой. Вот речка идет. Здесь все так прямо загорожено. Здесь вот. Даже мынау кусок тоже загородились. Да, это ол деген. Нет, она. Какой вот может быть такой? Ну вдоль речки разве он может себе вот так загородить прям под самой речкой? Вот здесь водопой должен быть, и мында водопой должен быть. Тут дачи, которые хищные. Ну, а вот здесь поля. Вот здесь вот поля, вот здесь низина вот идет. Здесь водоохранную зону оставили, видать. Ну у него здесь загорожено все, здесь никак не пройдешь. Вот тут вообще открыто.
А здесь вообще водоохранная зона должна же быть, да? Да. Тоже, Вот да? она загорожена. А он ее загородил, да? Нет, вот с этой стороны, вот здесь она проходит. Дорогу оставил на дачу. Вот это, вот водоохранная зона, вот это только открыто здесь, вдоль речки. Остальное все загорожено вот так. Здесь, по идее, тоже вот дачи. Да, Вот здесь вот вдоль речки должно быть открыто, у него все закрыто. Вот сам поселок. алыстан тұрып мына суретке түсіріп отырсың мына ауыл ғой мына ауылдың немесе былай болу керек қой несі жайылым жер мына кішкентай жер қалдырған ғой оғағында мынау алып тастаған мынандай кішкентай қолтық қалып тұр ғой бұзау малдарын мына жағамен апарып тығып мына жаққа дейін жеткізеді мына жей ма қайда мынаны қоршап тастады қазір. былай коридор кішкентай По дороге. жолмен жүреді болды жан жақ екі жағын бәрі жауып тұр мен плюс өзім плюс білетін мен жыл сайын мына жақтан велосипед тебемін мына жақтан екі жақтың бәрі электрошокер ғой Бізге мына жерлерді мына халық ренжімей надо істейді айтшы кішкентай ауылда міне жер жоқ болды Біріншіден надо суды ашуға керек қой. Біріншіден. Сосын не законность қарауға керек қой. военный шығарсың Саш, смотри, почему вот это красным помечено, вот это, допустим, это Бармана же, и тоже Бармана, да? Почему здесь красным помечено? Тот, который земли населенного пункта. где земля населенный вот это земли населенный пункт Это наши? я сон без жіберіп тұр ғой Если земли населенных пунктов, то они не должны же быть какие-то пастбища, да? Есть статья 26, пункт 3 Земельного кодекса, где предоставление в раздельную собственность запрещено. Так, спрашиваю. Так, Алдасар, мінекей, сізге көрсем, это советская карта, архив. Это 80-го года карта, мінекей, Джамбул. Вот наша, который 30 гектар, где телятник наш. Вот наша Куба, Нива, она, что там? Вот бургерские поля, вот бургер поля. Вот наш Канов, Шовда, вот Плотников. Вот здесь вот Кан. И вот это, вот Барманов идет. Есть. Вот именно сейчас пока указаны, это вот земли, которые вот сейчас. Вот у него здесь водоохранная зона тоже должна, по идее, открыта быть. У него закрыто. У всех закрыто. Даже вот здесь коров элементарно не по берегу не прогнать. У всех закрыто. То есть пастбище вот, пастбище вот видите они в галочке. Вот галочки. Бурман Куаныш, по директор. Вот Кахажаков. Куаныш, что ли? Не совсем не сам. Куанышный, да? Да. Куаныш, который 71 год депутат областного Москвы, да? Депутат ауылын мына жерлерді білу керек. Заң болған балалар. 8 марта. кім бара жатыр Вот эту, с этой землей надо разобраться. И вот водоохранная зона. Где Кановские, получается? Вот эти вот, да? Вот, да. Вот Кановские. У него здесь вот идем. Вот, а водоохранная зона почему здесь не отмечена, например? Да? Вот здесь почему не отмечено? Ну, вообще отмечен, да? Но здесь все перегорожено же. Вот по вот этой дороге вот. По вот этой дороге вот скотина ходит только. Вот. От 35 до 50, по-моему, да, до 35. Вот по вот этой дороге они ходят. Водоохранная полоса 35, водоохранная зона 500. Здесь они закрыли вот так и вот так. И все. Здесь одна дорога вот прямая идет. Мыналарда жабықтыр тоже. То есть 500, Не имеет права, нет. 500 метров он и сажать не может, что там, правильно же? 35, нет, 35 водоохранная полоса, он ничего, она никуда не предоставляться не должна, не ограждаться никуда. Любой человек может доступ туда иметь. От среднемноголетнего уреза воды. Вот Куба. Вот с Кана тогда надо начать водоохранную зону. Вот с этой землей разобраться надо. Бармановский, вот. Здесь вот, здесь наглое нарушение же, там все закрыто у него. сосын қайсысы Вот, элементарно водоохранную зону он закрыл, да. Не то, что вот эту землю. Там все на глушняк загорожено. Жолдан басқасын да жол тұр ғой. Жолды да қоршап тастаған көрінбей. То шлагбаум скоро поставят, наверное, здесь. Шлагбаум тұрған жерде Ездить, чтоб. Шлагбаум тұрған жерде. Ал осы енді. Селисионға жаяу жүретін жол бар болды. Басқа қоршауды бәрі. қазір 2-3 адам алып 5 жігіт шығайық та 2 машина барып бәрін тездетіп қарап қайтайық сами знаешь вот эти про эти правонарушения закон. В 2014 году предоставили из состава земель населенного пункта площадью 101 гектар.
Нет, сначала, да, давай так договоримся. Мы уже одно заявление вам в декабре направляли. Вы все спихнули вот это Акиму сельского округа, Максим нам дал такой, вот такой, да, на пол листа ответ, который нас не устраивает. Мы сегодня собрались из-за того, что нам доступа информации ограничено. Мы сегодня, вот 2 дня назад, официально на обращение несколько органов, 8-9 органов направили. Скорее всего, она к тебе уже, скорее всего, поступил. Марат уже отписал, да. Вот сегодня ты еще карту показал, то есть устную информацию дал. Мы все это записали, да, зафиксировали. Но мы просим, мы требуем, чтобы вы, каждый орган от себя предоставил официальный полный ответ. Ну, по Кану, по этим крестьянским хозяйствам, по Барману и по другим. Қанша гектар, қай жер жазылып тұр, нарушение деген сияқты. Ладно? Потом мы предлагаем, чтобы совместно с нашими усилиями, чтобы мы совместно направляли заявление в департамент по управлению земельными ресурсами. Для чего? Для начала проверки. Слышите меня? То есть ты хочешь сказать, сейчас они предоставились ранее, да? В 2014 году было предоставлено. Все эти земельные участки? Или По последние? сути, да. Нет. Именно вот эти все в 2014 года были предоставлены. 12 лет прошло. Кан, Барман. Ну, в принципе, в одно и то же время. Ну, от плотников, Кан, они раньше были, потому что до этого плотниковские земли находились в землепользовании у Гурсаева, у Арзамата. Потом ему передали, он как раз базу свою продал, и поля они передали. Но это пашня, это не пастбище. Барман все. Бурмановская, Альбекский поле. Они заявление писали, они сначала в аренду получили, потом им собственность предоставили. Налоги они, наверное, так не платят, как... В письменном в развернутой форме дадим, на основании чего, когда предоставим и так далее. Я сейчас детали не помню, но напишем. Ну мы тогда, после получения ваших ответов, мы тогда требуем еще повторных встреч тогда, с приглашением этих всех собственников земель. Хоть они частники, не частники, но в любом случае они от государства получили. И они обязаны явиться, мы считаем. Вот кеше вот аманатта, қуаныш қайда? Кеше мына аманат жасады ғой сол сияқты. Жер иелерін шақырып деймін, жекеменшікке өтіп кетсе де. Жиналыс жасағымыз келеді сіздерде. Не бар? Алдымызда осы сәуірде жоспарымыз бар. Жайылымдық мәселелер. Иә, міне осы дайын мәселесі. А мен неге? Шаруа қожалықтарын шақырып сөйлескіміз келеді біз. Халықтың арасынан өзің келесің, енді айналдырған 30 отыратын жерде бәріміз келмейміз, халықтың арасынан сен келесің, сосын өкілетті органдар келеді. Сосын ауыл шаруашылық басқармасы, енді былай айтқанда заңға сәйкес өкілетті орган, агроөнеркәсіптік өкілетті орган дейді, ауыл шаруашылық бөлімі ғой. Облыста басқарма, олар дейтін үй жануарлар үшін жайылымды бекітіп беру керек негізі. Қазір сіздерде бар ма біздерде бекітілген жайылым? 30 гектар. Тек қана ма? Иә, 30 гектар бар карта Ол 30 гектар дейтін сиырға мысалға 10 сотық 10 гектар, 10 гектар керек. Қойға 1 гектар. 1600 бас мал бар мұнда. 1600 бас малға 10 гектарға көбейтетін болсаң, мысалы қанша гектар? 1200 гектар бізге жайылым керек. Сондай мәселелер бар, соның бәрін вообще. Сол мен жаңа ұсынысымыз қожалықтардың бәрін шақырайық. Келсін. Сөйлесейік. Сіз біздер тізімін аламыз еді. Әріптесім бар. Жоқ, біздер оны сыртта өткізбейік, аманат партиясының площадкасында жер аманаты комиссиясы. Ол қашан болады, не болады? Я тоже хочу присутствовать на этом мероприятии, как говорится, как депутат округа. 1 майға дейін өткізгісі келіп тұр ғой. В любом случае, надо присутствовать тогда. Хабарласасыңдар. Сәуірде өзіміздің маусымдық проблемалық мәселелер бар ғой, мысалы. Қазір дейтін сәуірде біздерде мал жайылымы, жаңа мал ветеринарлық шаралар, малдың егілуі жөнінде қараймыз. Мамырда уже балалардың мектеп бітіргеннен кейін демалысы деген сияқты, маусымда шомылу деген сияқты, каждый өзінің проблемалары бар. Халықта көп кездесетін. Сол бізде сәуірде осы мал жайылымы жайында кеңесіміз бар жоспар бойынша. Соған дейтін біздер сіздердің күн тәртібіне енгізіп, бәкесіңіздің бір адам не өтеді? Жоқ, Бауыржан мырза өзі болады, сосын мына жердегі представительдер болады ғой, жаңа ағалар сөйлеп жатыр ғой ауылдың. Вот, жоқ, әңгіме жоқ. Ең басты қожалықтар келсе, соған сіз көмектессеңіздер. Біздерде Бауыржан Зәкешевпен опытымыз бар. Бұған дейін де осындай бір совместный кеңестер өткізіп жүріп, жайлап нәтиже беріп жатыр. Бұйырса береді ғой енді. Бәрі енді заңға сәйкес атқарамыз ғой. Жеке меншіктердің жаңа кәсіпкер олардың басшыларын шақырғанның өзінде де ол кісілер қазір өзі біз осы жерде естіп отырған әңгімені айтады ғой, жаңа біздің меншігімізде деген бағытта. Иә, айта берсін, тек ең бастысы біз халықпен кездесіп, олардың өздерінің жаңа несін тыңдау, қандай ақпаратын беретін. Содан кейін барып жаңа сіздің ұсынысыңыз құбағып, жаңа айтып жатырмыз ғой, тексеріс жұмыстарын жүргізу, қаншалықты заңдылықта берілгенін, соның барлығын. Сондықтан жаңа нәтижесі болады деп сенеміз.
жан жақтан жаңағы қолдау білдіріп сол неге комиссия отырысына күн тәртібіне енгіземіз. Саясат Али ғой біздің бауырым да. Али, бұл жерде мына шаруа қожалықтарын шақыруға көмектесу керек. Хорошо. Ертең біз мына баратын халық ертең келмей қалып, бұлар ренжіп, ана жерде ақ үй деген Аманаттың қасында 150 метр жерде тұр ғой. Ақ үйге барып Нариман ағай ренжіп жүрмесін. Ой, так маған қазір көп мәселелерді көтеріп бар сияқты сондай несі. Жарай ма? Ұйымдастыру керек. Өйткені бұрын мен сізді жақсы танимын. Кеше сізге хат жазған болатын. Мына қоншегіміз кеше мына бұрынғы Бәйтерек ауданында кеше Тасқалада бәрін шақырып сөйлестіріп жатырмыз. Қанша жерден олар крутой олигарх мықты болса да, Астанада болса да, бәрі олар ығысады. Өйткені ол халық көтеріп жатыр бірінші. Екіншіден бұл жерде мемлекеттік орган ғой, бәрі айтады ғой. Уәкілетті орган. Олар жеке өздерімен алып жекеге тіркелсе де мемлекеттік органның басында тіркеліп тұр ғой. 5 секунд ғой бана айтады оны бұзу деген. Солай емес пе? Сіздің де біздің де мүддеміз жаңағы заң аясында жаңағы халықтың тиесілі жерін өздеріне жаңағы мал жайылымына беру ғой. Соның мәселесін қарау жан жақта. Мен айтайыншы бір мәселе. Енді мысалы адам баласы болған соң өлім болады. Адам молаға барады ғой. Енді мал болған соң ауырады. Өледі ғой енді мал болған соң енді ауру жетеді. Біз қайда барамыз? Мына жерде барады малдың несі. Оның қасына біреу шаян салып алды, біреу тас салып алды, апара алмаймыз. Былтыр 2 сиырым тоққа соғылып болды, қайда барамыз? Ана мусорды қаздым ғой, боқ мусорды қаздым. Көмемді өртеймін деп. Масқара. Тартыңдар ана ауылдың ішіндегі жолды. Жолды бастап айтайық. Оған дейін 2022 шейін талай сұрақ көтерілді ғой. Мына кіреберіс жол істеу. Бүтіншілік түсті. Кіреберіс жол істелінді. Ендігәрі бізде рахмет. Янакиннен бастап Спартакқа шейін, Кесанаға шейін ауылдарымыз бар, кіреберіс жолдары жоқ. Біз бір соны бітіріп аламыз. Екіншіден, мына жылы бізде тек қана 3 жобамыз бар. Қаражар ауылы, жартысын бітіру. Облыстан ақша көрдік біздер. Облыс ақша бермей, біз жергілікті бюджеттен ақша таптық та, өзіміз қаржыландырып жүрміз. Бұған қоса мына Макаровтың ар жағында Мирный жолдың ауылдары бар. 2 ауылға жол саласыз біздер. Кіреберіс па? Кіреберіс жолдар. Және үшінші бізде мына шекарада жатқан ең шалғай ауылдың бірі, ол деген Сұлукөл ауылы. Бұл ауылға жалпы жол тартамыз біздер. Енді мына жылы бізде жалпы жоспарда болды. Мичуринский, екінші жобамыз, Лениннің артындағы көшелеріміз, ана Майбатпақ халық қалай көтеріліп жатыр. Калининский ауылымыз бар, Климеттің арғы беті ғой, Шойын жолдың арғы беті. Анда қаншама үй салында жол жоқ. Кушум, Янакин, Большой Чеган, Атырау бойында тұрған ауылдар жолы. Мына Жамбылға келетін болсақ, бізде бүгінгі жоба жоқ. Екіншіден қаржы тапшы. Бірақ та жалпы біз біліп отырмыз, Максим Булатович бізге жыл сайын анықтама береді. Осы ауылға жоба керек деп. Алайда бүгінгі күні қаржы тапшылығына орай біз естемес деп жатқан жоқпыз. Шыны керек. Бірақ Максим Булатович айтуы бойынша, мына жылы тағы да жазда өтініп жібереміз мәслихатқа. Ол жақ қалай өтеді біз айта алмаймыз. Өйткені міне мысалы оған дейін көтерген сұрақ жабылды кіреберіс жолы. Енді ауылдың ішкі қалай болады айта алмаймыз сізге. Қазіргі таңда жаңағы Бауыржан Закеевичтің осыған дейін көтерілген мәселесі бойынша біз қазір прокурор тексеріс ашылды аудан прокуратурасымен. Айтылған мәселелердің барлығы тексеріс барысында тексеріледі. Берілген жерлер қандай мақсатта берілді, ол берілген мақсатта пайдаланып жатыр ма, жоқ па, және берген уақытта қандай заң бұзушылықтар бар, оның барлығы жаңа тексерілетін болады. Мамандар тартылды, шақыртылды. Тексеріс нәтижесі бойынша жауапты береміз. Примерно қанша уақытқа созылады? Тексеріс негізінде 1 айға беріледі заң бойынша. Егер қажет болған жағдайда біз тағы ұзартамыз оны. Осыған дейін аудан прокуроры болған Алмас Меңділбаев Ақжайық ауданына жақында ауысты. Орнынан Нұрлыбек Мұсагалиев атты Бөрлі ауданы прокуроры сіздің ауданға тағайындалды. Яғни сіздерге де жақсы. Жаңадан келген прокурор, ол жаңадан жұмыс жасайды. Ол ешкімді мұнда танымайды. Оған көрсеткіш керек. Оған мына халықтың арызын не істеу керек? Қанағаттандырып жұмыс жасау керек. Сондықтан да ол бізге де, сіздерге де жақсы. Сондықтан Нұрлыбек Мұсагалиевке сәттілік тілейік, және де бірлесіп жұмыс жасағанды біз әрине күтеміз. Мына Аманат партиясының ертең жиналыстарға оған да келіңіздер әрине. Сондықтан да біз сіздерге береміз ақпараттың барлығын. Міне бүгін және өзіңіз куә болдыңыз. Ең бастысы прокуратура енді кейде түсінбей жатады адамдар не жұмыс жасайтыны, ол саны шектелмеген тұлғалардың құқығын қорғау. Яғни көп адамдардың құқығын қорғайтын орган. Енді жер мен халық енді екеуі ажырамас нәрсе ғой бұл жерде ұғымдар заң бойынша. Сондықтан да күтеміз онда нәтиже. Басқа кімдер сөйлейді келгендерден? Бір сұрақ бар ма? Жаңа айттыңыз ғой, жер 14-ші өтіп кеткен деп. Олар жаңағы шекеге аударғанда халықпен есеп алмай ма? Сол алып өтіп кетеді ма? Әлде біреу қол қоя ма екен?
соны білуге болады ма біздің ауылда кім қол қойды екенін мысалы біз білмейміз ғой осы ауылда бәленбай жыл тұрып жатыр. Посмотрим, вам напишем. В 2014 году Аким кто? Алия өзінің алдында келген. Жоқ, аудан баш. Карим Жакуп. Ол 13-те келді ғой да? Ол сельский әкім берген жоқ қой. Ол аудан әкім жерлері ол. Карим Жакуптың заңсыз алған жерлерін қайтардық. Бізде факты бар. Александр, сам знаешь, мы вернули земельный участок 19 гектар мына жерде. Максим, білесің ғой сен, сотқа қатысыңдар. То что прецедент бар. Малик міне, сен басқа қазір неде ауысып келдім дедің ғой. Бұрын аудан әкімі заңсыз өзіне алған Карим Жакуптың жерін 19 гектар, мен, жігіттер, Александр, Максим бар, соттасып жүріп қайтардық. Сендерге дейінгі прокурорлармен қайтардық. Исмаил деген жігіт болды. Бана Алмас мен болды сол кезде. Жерге қайтардық 19 гектар жерді. Дәл осындай жерді. Бірақ ол категориясы бизнес болды. Сот арқылы. Даринскіде кім еді судья? Сидорова қарап, сол қанағаттандырып алды. Сондықтан президент бар бізде. Тәжірибе бар деген болды. Тәжірибе аламыз қарап. Бол онда кім барады онда? Сіз барасыз? Бауыржан, сосын. Барыспай. Так, Александр жүрсін. Ана трассаның іргесінен басталады да жаңа поворот Октябрьский. Содан бері қарай келеді де осыдан мына завод Сымон көріпсіздер ғой. Ана екі тұрба шығып тұрған селекционный. Былай айналып бар, соның түбінен былай қарай айналып барып, мына көк үйдің ар жағы мен берке былай қарай қосылып қалған мынаның бәрі. Содан ана Октябрьскийге дейін барады. Октябрьскийде ана конюшня бар. Конюшнядан айналып қайтадан жиі келеді. Бұрын мына жерде Улановтың тіке жолы болды, грейдер. Алып та соны сносить етіп тастады. Бір мән алды да сносить етіп тастады. А ол деген өзінің бәленбай ақшасына ананы төсетіп, шебіндетіп өзіне жол салып алды деген. Иә. Мынау алды да бәрін сносить еткізіп тастады. Бізге ол керек, бізге мына жерге мынаны бір ашса, мына суға түсетін жер керек болды. Мал бір жерде су ішетін жер водопойный. Бізге ол не керек ол? Мына жерде, міне. Вот я про него и говорил, где-то 14 или 13 год. То есть он выкупил, да? Права собственности на... Права? Нет, полностью земельный участок, да? А в свое время он кому-то еще предоставлялся же в аренду? Изначально. Изначально скиттің несі, өліп қалды ғой неден? Аэропорт. Разбился, который. Скит был. Дальше не его же. Парашютист, да? Yeah. Он занял дальше территорию. Вот нам вот это надо, вот пускай вот так закроют, это место откроют, все. Пускай закроют емес, нәрсе бәрін тиісті емес па алып Өзінің жерін алсам болды. өзінің жері оны Альбекский жер, ана жердегі сай жер көрсетеді. Альбекский поле оны соны алды ол деген. Нет его здесь. Вот 40 соток его земли вот здесь, так и все, больше ничего нет. Ана жерде былай қарай ұзыннан сай бар. Мына жерде 10 сотық па, мына бір. Содан бері қарай мынау біздің жеріміз. Летник болды мына жерде. Дойка болды. Населенный пункты бар, Александр айтқан жоқ қой. Земли населенного пункта. Да. Осы емес пе Максим айтқан? Земли населенного пункта. А населенный пункт один человек, блядь. А мы сидим, грызем это самое. А дальше ана Альбек дегеннің полесі болды, да, соны келіп алды. Альбектің полесі ана жерде бар, житняк. Житняк. Ячменное поле там, ячмень. Там сажали ячмень. А сейчас житняк растет. Кушаем, и который не кушаем. Александр, тогда вот предоставление ответа надо будет указать это полностью наименование организации, руководителя. Ой, салмаш. Сколько гектаров? Какая категория? Примерно, где расположен, из кадастрового номера, потому что мы через геопортал будем все это проверять. Ну, Александр, Максим Александрович, өздерің көріп тұрсыңдар, на полном серьезе мы об этом говорим. Аманатқа апарамыз прокуратура екеуіне жасаймыз. Сейчас, былай айтқанда, енді прокуратура жақсы Малик бар ғой, ол так біледі. Аманат кетіп қалды ғой. Аманат пен прокуратура сейчас они голодные, скажем, до қалай айтты, не деп айтуға болады? Просто голодные былай айтқанда. Потом же референдум өтті, алда қазір сайлау келе жатыр. Тоқаев уже сколько раз говорит, таза болуымыз керек, таза Қазақстан уже обновились деген сияқты. Мыналардың бәрін дұрыстау керек па полностью? Конечно, Говорим как есть. Ойда мысалы ауылға деп барамыз шандат. Ауыл үйден су барады. Су үйдің қасында тұр. Мына жақта су ішетін жер жоқ. Вообще этого для Максим екеуіңе бұл дейтін үлкен плюс қой, білесіңдер ма? Сен әкім, жер қатынастар. Сендер мына жерді алып, бірлесіп, кестіріп, бәрі бірге-бір ничағы дұрыстап беретін болса, сендердің беделдері өседі ол жерде. Тексеріс болды ғой телевидениемен. Мен алдында сен қандай жауап бер? Помните ана? Земинспекция болды. Қандай жауап берсің? Будем разбираться. Земинспекция болды. Осы туралы прям. Иә, ол кезде көрдің бе?
мына кісі сияқты юрист болған жоқ қой бізде, көріп тұрсыздар. Біз Иә. неге жүгініп тұрық бәкеге? Жоқ, жауап. Потому что Жауап біздер қайда? өзіміз дұрыс түсінбегеннен кейін бізге келеді жаңағы, дейді деп болды, жауап кетеді. Жауап қайда дейміз, сол сұрап жатыр. Жауап қайда? Жауап дейтін вообще бізде жиналыс болғанда вообще протокол толтырдық ма? Иә, Осы жоқ, уақытқа қағаз протокол түрінде- көрген жоқпын мен. Қағаз түрінде берген жоқ қой. Мен білемін ғой, Саураға выступал там. Да. Молодой еще. 15 лет Меня не назад. было. Телевидение было. Телевидение было? Это в каком году было? 15 лет назад. Это телевидение в было. 11 году было. Да, мен вақытында. Осында болдың ба уже? Мен Нет, вақытында жүрміз. да. 21 год. Меня не было. Я на Они сказали, студент был мен. А что теперь? Енді қандай жер? Ой, жер. Коридорды көрсетеміз, ұзын коридор. Жоқ, бармаймыз да? Барамыз ба, ана берікке барайық. Давай, берікке барайық, давай. И нам невозможно сюда пригнать. Потому что здесь сейчас мы не можем никого не напоить здесь, вот здесь. Вот. Все здесь все, самое. Он самую территорию взял, где пойка, вот, самый пойка, вон там у нас. Ойна шаған болар. Шаған. Жүргүн емес пе, шаған ғой. Мына жақтан шаған емес пе біздің? А шаған бұрып кетті ғой. Бізде Деркул, Октябрь, Деркул шаған ғой. Үйлер ма, дачалар ма, да? Мынау вообще дача ғой, бірақ основной үй бізде топить етпейсің. Мынау не затоплю. Ande трасса бәрі бар ағам. Қатты байқалмайды. Ана не ғой, жасыл жоқ соны. Видео түсіресің бе? Фотоға, видеоға Міне. түсіріп. Деркул өзенінің жағасы қоршап әкеліп салып қойған. Бұрмановтың жері деп акимат қазір айтып тұр, бірақ біз оны тексеруіміз керек. Ал міне. Суды. Маған мал келу керек. Адам балық алу керек, жалпы мына жерде кіреберіс болу керек міндетті түрде. Ой шектеп тастаған оны. Ана жақта 5 километр қазып отыр ғой, конечно. Қазу заңсыз ғой, жерді қазу, жер дейтін ол. О, Жамбылдың уңғылынан Октябрьскийден қазылып жатыр. Октябрьский былай қарай келеді. Мына суретке түсіріп алшы, ана заборы қазған көрінсе, маған бөлек арыз. Короче, провод 6-я зона, Октябрь. Я не придумаю, дядь Сауда. Да, там тоже такая. Ақтөбе қайда ана, не деген ма? Ембідегі ма? Енді қаяққа барамыз, ана, не, возьми. Куба, главный, Куба. Кеттік Кубаға кеттік. Иә, бол. Сонымен аяқтаймыз. Ладно, здесь все понятно уже. Кубаға кеттік, транзиттермен. Ал, не жер? Мынау жаңа Куба деген осы. Біреу айтшы. Бәке айтшы, кім айтады? Не жер бұл? Қалай ошол видеоға? Ну, где кім? Я могу знать. Я здесь живу, я здесь знаю, вот здесь наверху, вот здесь наверху. Целая улица была, поселок. Вот здесь. Вот это вот, вы видите, бугры вот эти. Это кладбище для скота было. Кладбище для скота. Это было, как говорится, здесь все коровы держали здесь откорм. Большинство. Есть телки, быки, откорм. Сюда им туда село привозили, все это подкармливали. Эта территория была полностью наша, прям джамбульская. Здесь дойный гурт был, тоже коров здесь доили здесь. Казахдай, вот смотрите, вот, видите, вот, какой-то Алибек закрыл вот эту территорию, все. Здесь он, видите, ему не хватило электрошок, он сделал вручную, просто делать нечего сделать. Для чего он делает? Это рабочий электрошок. Я знаю, но для чего он сделал, я его не знаю. И теперь мы не можем сюда пройти даже, коровы наши не могут пройти сюда, почти. А здесь все было 15 лошадей. Ничего не было здесь. Мал жайып жүрді ма?
Мал біздікі жайылып жүрді, келіп қуып жіберіп жүрді. Бірақ мал айналып келеді да былай да. Иә, айналып келеді Бетке жаңағы. келе алмайды ғой. Жоқ. Бармайсыз қайда? Біздің ауылдың малы осы жерге мынау төмен қарай түседі, мына жерде шодырада қамап алады да, пастух отырады, щоб шығармай былай қарай. Поляға неге кетіп қалмайды. Чтобы не выбегали. Мынау дейтін былай қолтық қой мына жерде деген. Иә. Сол ана жерде мына аузынан қарап отырады, шығармай бері қарай. Именно жақсы жер осы жер Место болып тұр очень ғой. хорошее. Енді жаңа мына Әлібек деген кісі алып алған неше жыл болды уже? 12 жыл болды ма, 10 жыл болды ма? Александр, что за земля здесь? Категория какая? Сельхоз. Тоже в частной собственности? В аренде? Иә, ол пастбище болғанда. жері деген мына үстінде тек кусок мынадай. Мына кусок, мына бәрін қосып тастаған ғой. Еще ар жағында кусок былайдан. Екі кусак. Екі Біреуі кусок. 17 гектар, екінші 18 гектар. Мына қоршауға неме. Мынау вообще жолға дейін қосып тастаған көріпсің. Короче, бізде мал суаратын жер жоқ. Мал суаратын единстве осы жер. Мінекей. Жаңағы Осыдан бір енді біз мәселе. осы мамартқа шейін 10 шақырымға дейін мал суару үшін. Осы мамарт деген осыдан әлі мынау қазір 5 шақырымға тағы айдаймыз. Міне малға мал су ішетін жер ауылдан бастап айдаймыз. Көрдіңдер ғой. Мына жолмен былай ма? Иә, осы жолмен келеді. Мына жерде мал кіріп, былай шығатын еді. Бұл кісіден жібермей тұр. Бірінші жылдар жайлап кездесіп тұрдық, келісіп, кіргізіп шығарып. Сол мен мал бағып болғаннан кейін келесі кісілер кіргізген жоқ мына. Ешкімді. Бәрін қоршап отырды. Енді былтырдан бастап мынаны қоршап тастады мінекей. Енді мал вообще кіре алмайды. Он что, правильно себе делает? А? Енді Нет, говорит правильно. Нет, имеется в виду вот этот Алибек деген. Как Алибек. Кх Алибек, да? Кх Али. Кх Али? енді осыдан ана Ладно. Не, он правильно делает, Кх Али, он правильно делает? Он закрывает, огораживает. Нет. Что он должен делать? Скажи, как вот уполномоченный должен судиться. Этот должен быть беспрепятственный доступ к водоему обязательно. Первое. Да. Ага. Это первое. Ну, это относится к категории земель сельхозназначения, не к землям населенного пункта, Да. ветугодие пастбище. Пастбище. А именно по предоставлению, в принципе, был в один и тот же период, наверное, 14-13 года. То есть Кх Али здесь должен пасти свой скот. Ну, по сути, да, это Без пастбище. ограждения. Ну да, это пастбище. Не, пасти, он ни разу здесь скотину не пас, ничего не делал. Вот с прошлого года просто он взял, тупо загородил и все. Получается. Мы это отдельно проверим Нет. через ветстанцию. Да, получается так же. Вот с прошлого года вот взял, тупо загородил и все. А до этого даже не пользовался он с этим. Сколько было один? Алсаңыз мен шығандар жоқ. Барайық деп. Мына аша қояйық. 50 метр. Жоқ, куб ойлаймын. Анау мал кімдікі? Анау күмісті ғана да? Второй отделение деген болды ғой, Кумыский. Суға кетіп қалды ғой, білесің ба? 11-ші жылы. Этого отличия вот эта земля, вот. Вот это, да? Вот, на той стороне. Городская она. Мынау да мал бақты кезінде. Осы жерге міне бар. Ниваға келдік қой міне. Анау не емес, ана ауыл қалай? Ниваға қарсы тұрған. Не ғой, Маштаков. Ар жағында өскен ауыл, иә? Иә. Келіп қалыпты мына жерге. Сонымен соңынан вот Нивадан өтіп кетеді. 8 марта да жаңағы қолтық бар. Қырғын жүріс қой сендер малды айналдырып әкеліп былай жүріп. Осының өзі болса ғой, ол қырғын жүріс ештеңе емес. Мына жерге айдап келеді ғой. Именно бақтырмай тұр ғой, көрдісің бе? Мына кімдікі мал? А? Кімдікі? Все, болды. Стоп, жарайды. Міне. Былай қолтық қойын жеріне. Көрдіңіз бе? Осыған вообще кіре алмай тұрмыз. Үйге су ішу керек, етуге. Қыздар жүресің сосын. Кет дегенде анда бар, ананы көрсетейік, сонымен болды. Вот там, где наш водопой, там. Бұл жердің өзінде мына жердің бәрі қусыға кетіп жатыр ғой. Мынаның бәрі красный, все. Красный. Болмайды, красный.
мой огород краски.